Smiles Great for People's Book Module 1, pages 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Module 1, Kazakhstan in the World of Sport. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the pictures. Which is a team sport? Which is an individual sport? Is there a sport you can play really well? Which of these sports are popular in your country? Бірінші жаттығуда төртінші беттегі суретке қараймыз. Қайсы топтық спорт және қайсы жеке жалғыз өзіңіз ойнайтын спорт, соны анықтайсыздар. Сіз өте жақсы ойнай алатын спорт бар ма? Және сіздің еліңізде қай спорт түрі өте танымал, сол туралы жазамыз. Мысал келтірсек, What type of sport is football? Футбол қандай спорт түрі? Football is a team sport. Бұл топтық командамен ойнайтын спорт түрі. I can play football very well. Мен футболды өте жақсы ойнай аламын деген сөз. Сосын кейінгі Ice hockey is popular in our country. Мұз хоккейі біздің елімізде өте танымал, өте атақты. Exercise 2. Read and circle the odd one out. Екінші жаттығуды оқимыз және бір артығын алып тастаймыз. First, football. Boots, helmet, shin pads. Бұл жерде helmet артығы, себебі сіз футбол ойнаған кезде дулыға кимейсіз ғой басыңызға, сол. Second, ice hockey. Stick, puck, ball. Біріншісі ол мұз хоккейінде ойнайтын таяқ, puck деп отқанымыз ол шайбы, ал бұл жерде артық сөз доп керек емес. Tennis, gloves, racket, ball. Gloves қолғаптар, артық сөз теннисте бізге қолғап керек емес. For skiing, skis, bat, poles. Бұл жерде bat сөзі артық. Children's games 1. Exercise 3. Listen, point and repeat. Үшінші жаттығуда тыңдалымды тыңдайсыздар, көрсетесіздер және қайталайсыздар. Бұл жерде ойындардың түрлері. Play hopscotch, play hide and seek, play leapfrog, have a sack race, play tag, play blind man's buff. Exercise 4. Read. Оқыңыз төртінші жаттығуда. Find some more sports facts. Көбірек спорт туралы фактілерді табыңыз. Present them to the class. Оны классыңызға көрсетіңіз. Did you know? Сіз білесіз бе? It is a bad luck to wear yellow clothes when you play tennis. Егер сіз теннис ойнаған кезде сары киім кисеңіз, бұл жаман ырым деп айтылады. Удача сізге жақсылық алып келмейді деген сөз. Екіншісі 1951 of the year when the Meadow Sports Center near Almaty opened. 1951 жылы Алматыда Медеу спорт орталығы ашылған. It is the highest ice skating rink in the world. Бұл әлемдегі ең биік мұз айдыны болып табылады. Осы сияқты спортқа қатысты жаңалықтарды айтсаңыз болады. The leader of the Kazakhstan judo team, Yildiz Smetov, won the gold medal at the Paris 2024 Olympic Games. Дзюдодан Қазақстан құрамасының көшбасшысы Yildiz Smetov 2024 жылғы Париж Олимпиадасында алтын медаль жеңіп алды деп жазсаңыз болады. Exercise 5. Talk with your friend. Бесінші жаттығуда досыңызбен бірге сөйлесесіз. I sometimes play hopscotch with my friends. Me too. I don't play tag with my friends. Осы сияқты диалог құрасыздар. Мысалы, Әсел мен Әрсеннің диалогын алайық. I sometimes play hide and seek with my friends. Әрсен, I don't. I play leapfrog with my friends. Children's games 2. Exercise 6. Listen, point and repeat, then match. Алтыншы жаттығуда тыңдалымды тыңдайсыздар, көрсетесіз және қайталайсыздар. Кейін сәйкестендіресіздер. First, play bird games. It is picture C. Mary. Second,
juggle. Picture A. Bob. 3. Do a jigsaw puzzle. It is picture D. Simon. 4. Play video games. It is picture F. Vicky. 5. Go bowling. Bowling oynuyor. Picture E. Tom. And 6. Play chess. Şahmat oynuyor. Picture B. N. Exercise 7. Read and choose. 7. жаттығуда оқисыздар және таңдайсыздар дұрыс жауабын. First, you need 2 people to do this. Сіз бұны жасау үшін 2 адам болуыңыз керек. Play chess. Шахмат ойнау үшін 2 адам ойнайды. Second, you put pieces together to make a complete picture. Do a jigsaw puzzle. D. Дұрыс жауап. Jigsaw puzzle жасау. 3. You need a ball to do this. Сіз бұны жасау үшін сізге доп қажет деген. Go bowling. Bowling ойнайтын доп бұл жерде айтылған. 4. Clowns often do this. Дұрыс жауап. Juggle. 5. You need a TV to do this. Сіз бұны жасау үшін сізге телевизор қажет деп тұр. Play a video game. Exercise 8. Let's play. Кел ойнайық. 8. жаттығуда. What does Mary do in her free time? She plays board games. Осы сияқты өздеріңіз достарыңызбен диалог құрасыздар. Мысалы, What does Dana do in her free time? She juggles. Or she plays chess. Дана өзінің бос уақытында не істейді? Ол жонглермен айналысады, немесе ол шахмат ойнайды деп әркім өз жауабын беру қажет. Study spot. Every day is a busy day. Әр күн қарбалас күн. Bob always walks the dog. Bob әрқашан итімен серуендеп жүреді. He usually helps his sister with her homework. Ол әдетте өзінің қарындасына үй жұмысына көмектеседі. He sometimes tidies the living room. Ол кейде қонақ бөлмесін тазалайды. He never cooks a meal. Ол ешқашан тамақ жасамаған. What do you do every day? Сен күнде не істейсің? Бұл жерде грамматика present simpleға қатысты ережелер, present simpleдің уақыт үстеулері берілген. Exercise 9. Thinking cap. Complete the questions, then answer them. Бұл жерде сұрақты толықтырып жазу керек және соған жауап беру қажет. First, where do you live? Сен қайда тұрасың? I live in my village. Мен өзімнің ауылымда тұрамын деп жауап берсеңіздер болады. Who does Бауыржан Исламхан play for? He plays for Қайрат. Бауыржан Исламхан қай жер үшін ойнайды? Кімде ойнайды деген сөз ғой. Ол Қайратта ойнайды. How often do you have an English lesson? Сенің ағылшын сабақтарың қаншалықты жиі, қай кезде болады? I have an English lesson every Tuesday. Менің ағылшын тілі сабағым әр сейсенбі күні. 4. How many minutes does an ice hockey match last? It lasts 60 minutes. Мұз хоккейі қай уақытта бітеді? Қанша уақытқа созылады? Ол 60 минутта бітеді. 5. What kind of sports do you like? Сен қандай спорт түрін ұнатасың? Әркім өз жауабын жасап болады. I like team sports. Мен топтық командамен ойнайтын спортты ұнатамын. Немесе I like individual sports деп жауап берсеңіздер де болады. Exercise 10. What do they do every day? Match and say. Олар күнде не істейді? Сәйкестендіріңіз және айтыңыз деген. Gulnara usually plays board games. Second. Ayjan never juggles. 3.
Ulan always plays chess. Ulan әрқашан шахмат ойнайды. 4. Sultan never does a jigsaw puzzle. Сұлтан ешқашан jigsaw puzzle'ын жасамаған. 5F. Берік sometimes goes bowling. Берік кейде боулинг ойнауға барады. 6 is D. Marjan usually plays video games. Маржан әдетте видео ойындар ойнайды. Next task, over to you. Сіздің айналаңызда. What do you always, usually, sometimes, never do at the weekend? Tell a friend. Сіз әрқашан, кейде, әдетте, ешқашан демалыс күні не істейсіз, соны досыңызға айтуыңыз керек. Мысалы, I always watch TV at the weekend. Мен демалыс күндері әрқашан телевизор көрем деген. Немесе I always play football with my friends. Мен әрқашан достарыммен бірге футбол ойнаймын. I sometimes go to the swimming pool. Мен кейде бассейнге жүзуге барамын деп жазасыздар. Exercise 11. Listen and read. Өмір жаттығуда тыңдалымды тыңдайсыздар, оқисыздар. Liam. Hey Lily. Hey Daisy. Are you staying in? You usually go out on Saturday. Lily. I'm not sure. We are just reading some magazines. Daisy. What are you doing, Liam? Liam. Oh, I'm sending a text message to Jake. That's funny. He is not answering. He always answers straight away. Lily. Give him a ring at home, then. Hey, Jake, it's me, Liam. Hold on, Liam. I'm just putting you on speakerphone. What are you doing? Jake. I'm practicing my new hobby. Liam. New hobby? Jake? What's all that noise, Jake? What's wrong, Liam? Liam. I don't know, but I'm going around to Jake's house. Lily. Wait for us. We are coming with you. Liam. Is that your new hobby? Jake. No, my new hobby is juggling, but I'm not very good at it. Daisy. Never mind. Doing jigsaw puzzle is a good hobby too. Exercise 12. Read the story and complete. 12 жаттығуда әңгімені қайтадан оқисыздар және толықтырасыздар. Liam sends a text message to Jake, but he doesn't answer it. Liam Jake'ға текст сообщение жазады, бірақ ол жауап бермейді. Liam gives him a ring. Қоңырау шалады және and he can hear some strange noises. Ол бір басқаша дауыс шу естиді. They decided to go to Jake's home. Олар Джейктің үйіне баруға шешім қабылдайды. They find Jake practicing his new hobby. Олар Джейктің жаңа бір хобби тауып, сонымен практика жасап жатқанын көреді. Exercise 13. Thinking up, choose. 13 жаттығуда таңдаймыз. Hi, Нұржан. It's Jania. Never mind. Hold on. Бұл жерде дұрыс жауап hold on. Күте тұр деген мағынада. Hold on. Second. I'm going round to Nurlan's house. Wait for me. I'm coming with you. Мені күт. Wait for me. Мен сенімен бірге барамын деп тұр. Exercise 14. Act out the story. Осы жаңа оқыған әңгімелеріңізді сахналандыруларыңыз қажет. Exercise 15. Talking point. Listen and read. Make a new dialogue with your friend. 15 жаттығуда тыңдалымды тыңдайсыздар және оқисыздар. Өзіңіздің досыңызбен бірге жаңадан сізде диалог құруыңыз керек. Бұл жерде өздеріңіз оқып аласыздар. Жаңадан диалогтың үлгісі. Hi Болат, are you staying in? You usually go out on Sunday. Болат, I'm not sure. I'm just watching a film. What are you doing? Сен не істеп жатсың?
I'm practicing my new hobby. Мен өзімнің жаңа хоббиімді практика жасап жатырмын. New hobby, жаңа хобби. Yes, I'm playing chess. Мен шахмат ойнап жатырмын. Oh, hold on, күте тұр. I'm coming over. Мен келе жатырмын. I want to try it. Мен де оны ойнап көргім келеді. Осындай диалогты досыңызбен бірге жасасаңыздар болады. Келесі жаттығу Sound Sport, Listen, Point and Repeat тыңдалымды тыңдайсыздар, көрсетесіздер және қайталайсыздар. J, G, Jellyfish, Jellyfish, Jewelry, Jewelry, Giant, Giant, Gem, Gem. Exercise 16. Complete, then listen and repeat. Толықтырыңыз, тыңдалымды тыңдап және қайталаңыз. The giant jellyfish is juggling with some jewelry and gems. Алып медузалар зергерлік бұйымдар мен асыл тастардан жонглерлік етеді, немесе жонглермен айналысады. Сабақ сіздерге пайдалы болған болса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.